Сириядағы соғыс аласапыран. 6 жылдың ішінде бұл кикілжің 4 тарап арасында қақтығысқа айналды және әр тарап шетелдік қолдауға ие. Сол қолдаушылардың кім үшін және кімге қарсы соғысып жатқандары туралы ойлары бір жерден шықпауда. Ал енді Сирияның химиялық қаруды қолдануы ақш президенті Дональд Трамптың Сирия президенті Башар Асадқа тікелей шабуыл жасауына итермеледі. Бұл маңызды оқиға, себебі бұған дейін ақш тек ислам мемлекетіне қарсы күрескен болатын. Бүгінгі Сириядағы қарама-қайшы ұрыстар мен соғыс бағыттарын және осы жағдайға не әкеліп соққанын түсіну үшін қақтығыс басталған кезеңге оралып, оның қалай өрбігенін көруге тиіспіз. 2011 жылдың наурыз айында соғыстың ең алғашқы оқтары сириялық диктатор Башар Асадтың бастауымен араб көктемі бейбіт демонстранттарына қарсы атылды. Ал шілде айында наразылық білдірушілер қайтадан оқ ата бастады. Тіпті кейбір сириялық әскерлер оларға қосылу үшін әскерден кете бастады. Олар өздерін Сирия бостандық әскері деп атады. Ал көтеріліс азамат соғысына ұласып кетті. Аймақтың және әлемнің экстремистері көтерілісшілерге қосылу үшін Сирияға бара бастады. Асад болса көтеріліске экстремизм лебін берумен қатар шетелдіктердің қолдауын бәсеңдету үшін жихадшыл тұтқындарды түрмеден босата бастады. 2012 жылдың қаңтарында Әл-Каида Сириядағы Джабхат ан-Нусра атты бөлімшесін құрды. Сондай-ақ сол уақытта автономия іздеген сириялық күрд топтары қолдарына қару алып, солтүстіктегі Асад билігінен бейресми түрде бөлініп кетті. Сол жаздан бері Сириядағы соғыс державалардың тікелей емес, жанама соғысына айналды. Асадтың ең маңызды одақтасы Иран оған жақтасып соғысқа араласады. 2012 жылдың соңына қарай Иранның күнделікті жүк рейстерін және жүздеген офицерлерін жіберуі әдетке айналды. Ал Парсы шығанағындағы мұнайға бай араб мемлекеттері Иранның ықпалына қарсы тұру үшін бүлікшілерге қаржы мен қару-жарақ жібере бастады. Иран өз ықпалын 2012 жылдың ортасында Хизболла, Иран қолдаған Ливан әскері Асадпен бас қосқан кезде күшейтті. Иран өз кезегінде ливандық Хизболла ұйымын қолдағандықтан, хизболлалықтар Асадпен 2012 жылы бас қосқанның арқасында өз ықпалын арттыра түсті. Сәйкесінше, Парсы шығанақ елдері бұған Сауд Арабиясының бүлікшілерге Асадтың тағы бір қарсыласы Иордания арқылы көбірек қаржы мен қару-жарақ жіберумен жауап берді. 2013 жылға қарай таяу шығыс негізінен көтерілісшілерді қолдайтын сүннит күштері мен жалпы Асадты қолдайтын шииттер арасында бөлінді. Сол сәуірде Обама әкімшілігі Асадтың зұлымдықтары мен өлім санының артуынан сескеніп, орталық барлау басқармасына сириялық бүлікшілерді оқытып, жабдықтауға рұқсат беретін құпия бұйрыққа қол қойды. Алайда бағдарлама тоқтап қалды. Сонымен бірге ақш Парсы шығанағы мемлекеттерінің экстремистерді қаржыландыруды тоқтатуға шақырды, бірақ олардың өтініштері еленбеді. Тамыз айында Асад режимі химиялық қару қолданғаны үшін бүкіл әлемнің айыптауына ұшырады. Қатар-қатар жатқан ерлер, әйелдер мен балалар улы газдан көз жұмған. Асад режимінің химиялық қару қолдануына қарсы әскери шабуыл арқылы жауап беру ақштың ұлттық қауіпсіздік мүддесіне жатады. Ресей дүйсенбіде ақштың әскери соққысын болдырмас үшін Сирияға химиялық қаруды басқару жұмысын оларға біржола жойылғанша халықаралық ұйымға беруді ұсынды. Ақырында ақш кері шегінеді, дегенмен мұның бәрі Сирияны күшті державалар дауы ретінде айқындады. Ресей Асадты қолдаса, ақш оған қарсы тұрды. Бар болғаны бірер аптадан соң орталық барлау басқармасының алғашқы қару-жарақтары көтерілісшілерге келіп жетті. Осылайша ақш соғысқа араласты. 2014 жылдың ақпанында соғысты өзгерткен оқиға орын алды. Иран аумағындағы Әл-Каида бөлімі ішкі келіспеушіліктер нәтижесінде топтан шықты. Олар өздерін Ирак және Шам ислам мемлекеті деп жариялады, және ол Әл-Каидаға қарсы шықты. Ислам мемлекеті көбінесе Асадпен емес, өздерінің халифатын құрып, басқа көтерілісшілермен және күрдтермен күресті. Сол жаста олар Ирак территорияларын басып алып, бүкіл әлемді өздеріне қарсы қойды. ақш Асадты бомбалай жаздағанның бір жыл өткен соң, олар қыркүйекте ислам мемлекетін бомбалай бастады. Біз осы лаңкестерге қарсы әуе шабуылдарын жалғастырып жатырмыз және Сирияда да ислам мемлекетіне қарсы шаралар қабылдауға дайынбыз. Сол жаздың шілдесінде Пентагон Асадпен емес ислам мемлекетімен күресетіндер үшін сириялық бүлікшілерді дайындаудың өзіндік бағдарламасын іске қосады. Бағдарлама сәтсіз аяқталып, ақш назарының Асадтан енді ислам мемлекетіне ауғанын және Сирия жерінде пікірлес жанама күштердің жоқтығын көрсетті.
Тамызда Түркия өз жеріндегі және Ирактағы күрд топтарын олардың ислам мемлекетіне қарсы күресіп жатқандықтарына қарамастан бомбалай бастады. Алайда Түркия ислам мемлекетіне қарсы шықпады. Бұл осы қақтығыстағы үлкен мәселелердің біріне айналды. ақш ислам мемлекетін өзінің басты жауы деп санағанымен, ақштың Түркия сияқты одақтастары мен көптеген басқа таяу шығыс елдерінің ойлағандары басқа болып шықты. Бұл көптеген түсініксіз одақтардың құрылуына әкелді. Қыркүйекте Ресей Асадқа жақтасып бірнеше ондаған әскери ұшақтарын елдегі бұрыннан бар Ресей базасына жіберді. Ресей ислам мемлекетін бомбалаймыз дегенмен, іс жүзінде Асадқа қарсы көтерілісшілерге қарсы шықты. Оның ішінде ақштың қолдауына ие топтарда болған. Келесі жылы Дональд Трамп Ақ үйде жеңіске жетіп, Сирияға араласпауға уәде беруі Асадтың билікте қалуы мүмкін екенін көрсетті. 2010 жылдың аяғында Асад Ресейдің әуе күштері мен Иранның демеуші жасақтарының көмегімен Сирияның Алеппо қаласын қайтарып алып, бүлікшілерді соңғы қала бекіністерінен ығыстырды. Содан кейін 2017 жылдың көктемінде Асад тағы да өз халқына қарсы химиялық қаруды қолданып 85 адамды, оның ішінде 20 баланы өлтірді. Нәтижесінде ақшта Трамп Сирия мен Асадқа деген көзқарасының өте қатты өзгергенін мәлімдеді. Ол жауап беруге ант беріп, бірнеше күн ішінде Ақ үй Сириядағы әуе базасына соққы жасауға ондаған Томахавк ракеталарын жіберді. Бұл ақштың Асад режиміне бірінші рет тікелей шабуыл жасауы болды. Бұл онсыз да көп өлшемді азамат соғысының асқынуына әкеліп соқты. Қазіргі күні Сирия қирауда. Асад территорияны қайтарып алғанмен де бүлік жалғасуда. Шет елдердің әр тарапқа қолдау көрсетіп жатқанына қарағанда, бұл соғыстың жақын арада бітпесі анық.